Қалыс Медербек Тайчиевтен ышқырығы жаңырды жана беттеш башталып отурат. Башка қалысқа Исмаилжан Талипжанов жана Элдос Мурзабеков жардам берет. Бардығы FIFA қалыстары. Резервте қалыс Салахидин Азаматов. Вар қалысын Нурзатбек Абдыкадыров жана вар қалысын жардамчысы Рамина Суай. Абдышат оң тарапқа пас. Турсуновтан чыгарып берүү бар жана сокку uzatылды. Беттештеги алгачкы сокку Евгений Козлов болду. Баш менен сокку uzatкан. Орток бөлүктө ышкырыкты жаңырбай улантса болот дегенде топ Абдышата командасында калды. Сол тарапка пас Лукас Бареттого. Баретто топту. Лукас айпанчанын ичине кирип барды. Өнөктөштөрүн издеп жатат. Рикелме. Сокку uzatылды жана Дастан Алыбеков. Чаулга мыкты пас бул жерде. Лукас Баретто сокку бар жана Дастан Алыбеков командасын сактады. Азыр Азия гол командасы дагы бул жерден топту жоготуп алды жана дароо Абдышата командасы Чаулга чыгуу аракетин көрөт. Рикелме Соуза сокку uzatууга эми гана мүмкүнчүлүк Дастан Алыбековдон. Сейф Евгений Козлов топту айпанчанын ичинде. Козлов Илкин Мурадовго пас. Илкин кайрадан кыска пас. Мурадов Баретто жок көт. Турсунов жер менен пас. Эми оң тараптан Абдышата командасы Чаулда жер менен Атабаев топту сол буту менен сокку жана гол. Эрбол Атабаев эсеп сандарын ачты. 29-мүнөт жана сол буту менен кандай гана тамай соккуну uzata алды. Эрбол Атабаев тоодон көрөлү. Козлов Илкин Мурадовго пас чыгарган жана Эрбол топту сол бутуна алды дагы. Жыйынтыгында гол жаралды. Дастан Албековду суроо бар бул жерде. Анын бир аз азыр туура эмес позицияны тандап алгандай. Дарбазанын орток бөлүгүндө турган эмес экен. Бир аз сол тарапка жылып алгандай. Бул ракурстан даана байкалат өңдөнөт. Ооба, 1-2 кадам солго жылган, анын байкап калган экен Эрбол Атабаев дагы. Таамай соккун uzatты. Браузманда бул жолкусунда Белый кыска пас аркылуу кайрадан Кристиан айпанчага көтөрүп берүү бар алыскы бурчтан. Сокку uzatуу мүмкүнчүлүк. Рикелме Соуза топ колго тийип калгандай. Чауланат Эрбол Атабаев кайрадан топту. Жок, бул жерде пенальти берилбейт. Алмазбек Маликов каршы чагылды уйштурса болот. Сол тарапка пас. Рыскелди Артыкбаев ылдамдыгын күчөттү жана Марлен Мурзахматовду издейт. Марлен топту алды. Сокку uzatса болот. Сол буту менен сокку дарбазанын үстүркү мамысына. Бул эпизоддо азыр текшеришет өңдү. Алгач Рикелме Соузанын соккусу колго тийип калган деген таризде байкайбыз азыр. Эми гана ышкырык жаңырды. Пенальти. Ышкырык жаңырды. Атабаев жана Алыбеков. Сокку бар жана дарбазанын үстүркү мамысы. Мына ушундай Абдышата командасы эсеп сандарын өзгөртө албай калды. Эрбол Атабаев азыр бул ракурстан карайлы. Дастан Алыбеков соккунун багытын тапкан экен. Козлов топту жана офсайддык линияны кармоо аракети. Мурадов дээрлик 1-1 чыгып барды жана бош калган дарбазага Лукас Баретто голду жаратты. Бирок азыр вардан кайрадан текшерүү жүрүшү керек бул эпизоддо. Байкайбыз азыр. Аскарбек Салиев линияны кармай албай калгандай. Жана Илкин Мурадов кайрадан голдук пастын автору. Аскарбек Салиев бул эпизоддо дагы азыр топко жетпей калган экен. Ошондой эле атаандашты кармай алган эмес. Жыйынтыгында 2-0 эсеп сандары. Биринчи таймдын соңку мүнөттөрүндө 2-0 кылууда. Шаршенбековдон көтөрүп берүү бар. Руслан Амиров топто биринчи болду жана Медербек Тайчиевдин ышкырыгы жаңырды. Биринчи тайм соңуна келип жетти. Абдышата Азия гол. Эсеп сандары 2-0. Арлем топ менен жана Алмазбек Маликовго пас. Алмазбек айпанчанын ичине кирип барды. Өзү сокку uzatса болот жана өнөктөшүнө пас.
Мықты мүмкіншілік еле бұл жерде. Апчата командасы чауға шығу әрекетін көреді. Оң тарапқа пас. Козлов топты. Козлов өзі соққы ұзатты. Өте қуатты, бірақ тамай емес. Қайталаудан көрелі. Оа. Біраз қана сантиметрлер қалыптыр шындығында. Жоқ бұл жерде. Арлен Шаршенбеков екен. Шаршенбеков. Соққы бар жана Руслан Амировтан сейф. Өте қопты oldu. Қарасаңыздар, оа. Руслан Амиров. Рикельме соғыза топ сұрайды. Рикельме топты. Өзі келіп бара жатады. Ербол Атабаев, андан ары Козлов. Соққы бар. Қырғыз Республикасының кубогының финалдық беттеші Бурас Юнайтед жана Тордой беттешіменен өткені тұрады. Рикельме соғыза чауылда бош қалған дарбаза жана қорғаучы өз орнында болды. Козлов, Атабаев, Ербол. 3-4 чауыл, Ербол бір атандасты жазғыр өтті, екіншісін өтті, үшіншісіне келгенде пас жана Рикельме соққы бар. Дастан Албеков өз орнында. Оң тарапқа пас, Жеңішбеков, Беймырза. Топқа келіп барды жананың құлосу. Башқы қалсын ұшқырығы жаңырды пенальти. Өте ұлдам жүрқа бара жатқан жана оа Мақсат Жақвалиев. Ешбір азыр топ ойнаған емес екен, жиынтығында азыр пенальти. Ұшқырық жаңырды. Рикельме соғызадан пауза. Шашпай жүрқап келетті азыр. Соққы бар жана гол бұл жерде. Рикельме соғыза есеп сандарын 3-0 қылды. Дастан Албеков соққының бағытын тапқан, бирок азыр қайталаудан көрелі. Паузаны қарманып тұрып азыр өзінен оң тарапқа бағыттаған. Жігіттігінде 3-ші гол бұл беттештеге. Бірінші айлампададағы Абдыжат Азия голды 3-0 есебінде жеңген болчу. Еме бұл жолқысыдағы да ошондой есеп сандарына бара жатат. Топтор Скелді Артықбаев. Айпанча көтіріп беруі. Соққы бар жана гол. Рауль Жалилов. Есеп сандарын қысқартуда. 3-1. Абдыжат Азия гол. Башыменен соққы ұзатқан. Жиынтығында. Есеп сандары 3-1. Кристиан Мочич. Позициясын жеңіліп қалған екен. Рикельме. Оң тарапқа пас. Жеңішбеков, Беймырза. Беймырза. Соққы бар сол бұтыменен. Жақын қыбыршыға. Азия гол ойыншылары қардан топ жоғату бар. Жеңішбеков, Беймырза. Ербол Атабаев. Пауза жана Дастан Албеков. Азыр Атабаевты қарыдан. Оң тараптан. Жеңішбековқа пас. Мықты чарп беру бұл жерде Жеңішбеков. Беймырза Айпанчаның ішіне келіп барды. Өнөктөшіні пасы жоқ. Өзі соққы ұзатады. Қошымша соққыға. Қарыдан өзі Жеңішбеков. Еме ғана белыйға пас. Артем. Произведена замена в команде Абдыш Ата. Вместо игрока, игравшего под номером 8, Мурадова. Ербол Атабаев соққы бар жана Дастан Албеков. Под номером 29 Абдужабаров Эрбол. 38 Супай топтойттағы. Екінші орынға шығады жана Медербек Тайчиевтен ышқырығы жаңырды.